Мынау алдымызда сағына күткен 2 жыл мұсылман үмметі бара алмаған қасиетті 5 парыздың бірі болған қасиетті жерге биыл Қазақстан халқы, елі, жамағаты алғаш рет үлкен қажылыққа аттанғалы тұр. Иншалла әулеттеріңізден, отбасыларыңыздан, достарыңыздан үлкен қажылыққа ниет еткен жандар болатын болса, иншалла хабарлай жүріңіздер. Аптасына 3 күн осы орталық мешітте арнайы дәрістер жүреді. Яғни понедельник, среда, яғни и суббота. Осы 3 күнге қойып отырмыз. Понедельник, среда, суббота, ыңғайлы жұмыс уақыттарынан кейін 5 намаздан кейін қойып отырмыз. Бәлки сенбі күнін шам намазынан құптан намазына қараған уақытқа қоямыз деп жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта жамағатпен пікірлесе отырып, уақытын тағы да белгілейміз. 2 күн 5 намазынан кейін дәріс жалғасады. Енді білесіздер, үлкен қажылықтың сыйы ол тек жәннат. Үлкен қажылыққа шамасы жеткен әрбір адамға парыз, яғни байлық жасқа толған, өзінің құлдық, яғни ешкімге мұқтаж емес, сондай-ақ мал мүлкі жеткен, ақыл есі түзу кісілерге үлкен қажылық жасау парыз. Енді баршаңызға осы қасиетті мекендерге бару нәсіп болсын. Біздер де осы үлкен қажылыққа ниет еткен кісілерге арнайы 3 қалаға тікелей рейс қойып отырмыз. Оның бірі Шымкент қаласынан, Шымкент халқының, оңтүстік халқының жамағаттары үшін, сондай-ақ Алматы ыңғайлы жандарға Алматы қаласынан да қойып отырмыз, Астана қаласынан да қойып отырмыз. Осы айдың 29-ына иншалла үлкен сапарға осы біздің Шымкенттің аэропортынан алғашқы қажыларымыз сапарға аттанатын болады. Ниет еткен болсаңыздар, енді әр халықтың осы ізденістеріміз ғой, енді біздің Шымкентті баршасы біледі. Баға жағынан толық іздеп, ең сапалысын, ең жақсысын арзан бағада алуға тырысады ғой иншалла. Міне сол қызметті осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Tawaf Travel қажылық компаниясы сіздерге ұсынады. Өзіңіздің үлкен қажылық сапарыңызды дұрыс аттау үшін міндетті түрде білікті, білімді ұстаздармен баруға шақырамыз. Үлкен қажылықта осы біздің муфтиятымыздың ұстаздары барады, сіздердің қастарыңызда жол серік болады, бүкіл ғибадаттарыңызды бүге шүгесіне иншалла түсіндіретін болады. Иншалла ниет етсеңіздер, осы байланыс нөміріне хабарлассаңыздар, тіркессеңіздер болады. Әрмен қарай бізде одан кейін айта жүріңіздер, біздің дәріске қатысу үшін міндетті түрде осы Tawaf Travel'дің тіркелушісі болу шарт емес. Кез келген компаниямен барса бізге үлкен не емес. Мұсылман адам осы 5 парызға ниет еткен кісінің баршасын осы дәрістерге шақырамыз. Біздің мойнымызда олардың дұрыс ғибадат жасауы. Оларға ол жақта неше түрлі іс-әрекеттерді көрдік, естідік. Сондықтан біздің жанымыз ауырады, бәлки біздің кемшілігіміз шығар. Ол кісілердің ол жаққа барғанда умраның өзін дұрыс орындай алмауы, умраның өзін қате кемшіліктер көп жіберуі, бәлки осындай семинарлардың, осындай дәрістердің, курстардың жоқтығы шығар деп білеміз. Сондықтан арнайы курстар ұйымдастырып жатырмыз. Үлкен қажылықтың парыздарын, мәжбүртерін, сүннеттерін, умраның негізгі шарттарын, әдептерін, ол жақта не жасау қажет, не жасамау қажет, баршасын иншалла дәрістерді жалғастыратын боламыз. Бүгін сол дәрістерге хабарландыру болды. Иншалла енді среда күні 5 намазынан кейін шақырыңыздар, қажылар болса, арнайы 5 намазы біткеннен кейін дәрісті бастаймыз. Арнайы макеттерді алып келдік, бәрін түсіндіретін боламыз иншалла. Тарихпен, Пайғамбар саллаллаху өмір баянымен, баршасымен қысқаша тоқталамыз. Барған кезде иншалла көзінің алдында сол жерді көргенде ақпарат есіне түсетіндей болып дайындауға тырысамыз. Алла баршаңызға разы болсын.